келесіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы кім пайдалы, кім мықты. Сабақтың мақсаты сұрақтарға жауап береміз. Өлеңге тақырып таңдаймыз. Мәтін мазмұнын рет-ретімен белгілейміз, сөйлем құраймыз. Өлеңді мұқият оқыңыздар. Осы өлеңді оқып болған соң сұрақтарға жауап береміз. Енді сұрақтарға ауызша жауап бер. Сұрақтар: Дүйсенбиевтің бәтеңке, шұжық, бал қаймақ өлеңі не туралы? Олар не үшін ұрсысты? Олар қанша уақыт ұрсысты? Олар кімдерден ақыл сұрады? Олардың таласы қалай шешілді? Сұрақтарға жауап берсек, әр дұрыс жауап 1 ұпай, яғни 5 дұрыс жауап 5 ұпай. Келесі екінші тапсырма. Өлеңнің идеясын ашатын тақырыпты таңдап жаз. Оқушылар, төменде тақырыптар берілген: достық, өзін жоғары қою, адам еңбегін мойындау. Осы 3 тақырыптың бірін таңда. Өлеңнің идеясын ашу керек. Егер ол дұрыс болса, 1 ұпай. Келесі үшінші тапсырма. Мәтін мазмұнына қарай рет-ретімен белгіле. Оқушылар, төменде оқиға желісінің мазмұны берілген. Бірақ олардың орындары ауысып кеткен. Сондықтан оларды рет-ретімен белгілеуіміз керек. Егер барлығы дұрыс болса, 2 ұпай. 2-3 қате болса, 1 ұпай. Келесі тапсырма. Ұрсысу, мінеу, керісу, шындық, арам, мықты сөздерін қатыстырып, 2 сөйлем құра. Оқушылар, мына сөздердің ішінен өзіңе ұнаған сөздерді қатыстырып сөйлем құра. 2 сөйлем құрасақ, 2 ұпай. Сонымен оқушылар, бүгінгі біздің тапсырмаларымыз аяқталды. Енді сабағымызды бекітейік. Бүгін біз сабақта не істедік? Сабақта өлең бойынша сұрақтарға жауап бердік. Өлеңнің идеясын ашатын тақырып таңдадық. Өлеңнің мазмұны бойынша жоспарды рет-ретімен белгіледік. Және сөйлем құрадық. Осымен біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.